Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздерге бул чыгарылышта аралашуулардын бааларынын баарын көрсөтмөкчүбүз. Бул жерде биринчи турган бул Volkswagen Passat V4-ни көрсөтөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле объем 1.8 моно, көк түстөгү универсал. Баасы $3100 сурап жатат экен. Абалы жакшы. Ошондой биз бунун жанындагы башка унааларды көрсөтүүнү тартуулай берели. Бул жакта болсо Mazda 323 турат, 2002-жылы чыгарылган, объем 1.6, баасы $2800. Сизге артылардан дагы көрсөтүп кетели. Артындагы карасаңыздар, урулган, чыйган жерлери жок. Абалы жакшы. Biz sizlerge bunun жанында Nexia'ны көрсөтөбүз. Nexia 81.000 км жүргөн, 2006-жылы чыгарылган, объем 1.5, 195.000 сом сурап жатат экен. Россиядан келиптир, жаңы эле келген окшойт, көрүңүздөр. Арты жактарына карасаңыздар, biz bunun жанында Mercedes көрсөтөлү. 95-жылы чыгарылган, объем 3.2. Сыртынан караганда абалы жакшы, урулган, чыйган жери көрүнбөйт. Баасы $3600. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, унанын дагы ички салондарын дагы ачып көрсөтүп коелу. Черный кожа сиздендердин карасаңыздар, скоросттор дагы жакшы. Бул жактан дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Мощная комплектация экенде, көрүңүздөр. Biz keyinki unaları sizlere көрсөтүп берели. Бул жагында Audi 80 90-жылы чыгарылган кызыл түстөгү Audi 80-ни көрсөтөбүз. Срочно сатылат экен бул уна. Баасы 120.000 сом. Это можно ли снимать? А? Можно ли? Ты снимаешь, да? Да. Состояние жақсы, он байкеша тоже влюбился. Ага. Люк тоже есть, да? Да, люк есть. Ну, он забетонирован, я ее взял, он такой, силикон. Ал үстүндө люк дагы бар экен. Артында спойлер дагы бар экен бул унада. Көрүңүздөр, абалы жакшы, срочно сатылып жатат экен. Biz bunun жанында Mercedes көрсөтөбүз. Mercedes Seshka. Дөңгөлөктөрү дагы жакшы, титандасаң кооздуу, көзгө жагымдуу титандар экен. Бул Mercedes S200 экен. Элегант деп жазылып турат. Автомат, 94-жылы чыгарылган. Объем 2, $3300. Номери көрүнбөй калат экен, мен сизге айтып берейин. 0708 77 56 99. Көрүңүздөр, боз түстөгү Mercedes S200. Биз сиздерге окшош кылып койбостон аралаштырып көрсөтөлү. Бул жерде дагы Levi Subaru Forester турат, ак түстөгү. 2002-жылы чыгарылган, бир хозяин экен. Levi состояниясы отличное, объем 2.5, без турбина деп жазылып турат. Номерди дагы жазып алыңыздар.
Baası kelişimde eкен. Subaru Forester, Levero ақ түстегі қызыққандар болса чалып сұрап көріңіздер. Оның жанында, бұл ұнан жанында бір Mercedes тұрады, мұны көрсетіп қойды сіздерге. Көк түстегі Mercedes. 98 жылы шығарылған. Отличное состояние, объем 2.4 автомат. Көріністер обрезка деп жазып тұрады. Басы келешімде екен. Қазір байкеден сұрап көреміз. Ассалаумағалейкум екен. Басы қанша екен екен? 4000. 4000 доллар. Мен тартып алушы. 4000 доллар сұрап жатады екен. Көріністер үшін Мерседеске 4000 доллар. Biz bunun жанында Volkswagen Passat көрсетеді. Жаңа шығарылғандағы Passat. 98 жылы шығарылған, объем 1.8, 10 литр. Коробкасы автомат, 3100 доллар. Passat B5-қа қызыққандар болса көріңіздер. Ушуына, чынында, сыртына ұрылған, чиылған жері жоқ. Абал жақшыда көрініп тұрады маға. B5-қа қызыққандар болса, ұшыл номерге чалып сұрақшы көріңіздер. Состояниясы чынында әлі жақшы машина екен. Біз мұның жанында Ford Focus, Ford Monday екен. 192 000 километр жүрген. 2003 жылы шығарылып тұр, объем 1.8, 3900 доллар сұрап жатады екен. Универсал. Ақшылар көріңіздер. Отлично состояние. Налог төленген. Екінші хозяин екен бұлына. Екінші хозяин. Бұлынандағы сыртынан ұрылған, чиылған жерлері жоқ. Өзіңіздер көріп тұрғанда әлі. Егерде қайсы бір жеріне көріп қалсаңыздар, комментарийге қалдырыңыздар. Мен ошол ұнаны сіздерге толығырақ көрсетіп беремін. Бұның жанында Toyota Avensis Universal тұрады. Бұл объем 2, 2000 жылы шығарылған, 226 000 километр жүріп тұр. Коробкасы механика. Бірақ бұл ұнан дизель. Жақшылар еске алыңыздар, дизель екен. Басы 3400 доллар. Көріңіздер, жақшы, бұл ұнады әлі жақшы, бірақ дизель екен, моторы двигателі. Біз бұның жанында Mercedesті көрсетіп қойды, 2001 жылы шығарылған, объем 2.6, 10-12 расход қылады екен. Көріңіздер, үстінде дағы жақшы ұрылған, чиылған жерлері жоқ. Астыңғы бамперлері дағы жақшы екен, дөңгелектері дағы жаңғы. Басы 4700 доллар, газ менен дағы жүреді екен. Номерін жақшылап жазып алыңыздар. Егерде сіздерге жақсы көрінмей қалған болса, комментарийге қалдырыңыздар. Мен ошол ұнаның номері сіздерге қайра көріп алып беремін. Артындағы көріңіздер, газдың қойылған жері дағы көрініп тұрады. Көріңіздер, өзгөчө зашындық менен жауып қойып тұрмын, арты жағын колбачок тұрча. Колбачоктың орнына қайсы бір жардам беруші бұл. Колбачокторын қойып қойған шөт. Біз осы жақты дағы шөт көреді сіздерге. Бұл жерде осы Opel Zafira тұрады. Opel Zafira. Birinci жылы шығарылған, объем 1.8, 210 000 сом сұрап жатады екен. Иесі жоқтарды ішкі салонын тартқанға мүмкіншілік жоқ болып жатады. Сіздерге сыртынан болса көрсете береміз. Сіздерге дағы дальше ұналарды көрсетемін. Бұл жерде Mazda MPV деген ұна тұрады. Бұл деле оң рулду істеп қойған естіма сияқты ойлап, бірақ бұл сол рулду 7 орынды
Mazda MPV 2002 жылы шығарылған. Объем 2. Bir ile хозяин екен Қырғызстанда. Басы келісімді номерді жазыңыздар. Mazda MPV. Бұл жерде болса қара түстегі Audi A6 тұрады, шunu көрсетеміз. 2001 жылы шығарылған, объем 2.4. Состояниясы жақсы еле көрініп тұрады. Көріністер өзіңіздер тағы бұл жерден. Коробкасы автомат, басы $3300. Артында көріңіздер. Жақсы Audi екен. Бұның жанында болса Ford Monday тұрады. Пробеги 200.000 км жүрген. 2002 жылы шығарылған, объем 1.8. Басы біраз арзанырақ, 160.000 сом. Бұл ұнаға варианттардағы бар екен. Çalып сұрап көріңіздер, қандай ұнаға вариант болады. Вариант адмен деп жазып қойып көріңіздер өзіңіздердағы. Бұл жерде Nissan Primera тұрады. 2002 жылы шығарылған, объем 1.8, универсал. Басы $2900 екен. Коробкасы механика, 7-9 расход код деп жазып тұр. Hazır biz açıp көрсетеміз. Салондар да жақсы екен. Өзіңіздер көріп тұрғандай ішкі салондар да жақсы. Бұл жерде урматтуу достор, Москвадан жаңы келген өшет, оны Volkswagen Vento тұрады. Қазан дискада, бұл жақтарына көрсеңіздер. Пробег оригинал, 97 жылы шығарылған, объем 2. Полный электропакет деп жазып тұрады, кондиционер дағы бар екен, 2000. Басы сомға жазып тұр, 230.000 сом деп жазып тұрады. Номерлерді жазуыңыздар. В общем, мощный екен да. Свежий келгендігі байқалып тұрады. Шында жаңырақ Вентаны айдан дегендер болса, номерге çalып сөйлешіп көріңіздер. Бұл жерде ақ түстегі Mercedes-Benz Эшка тұрады, шunu көрсетелі сіздерге. Объем 2.3, ақ түстегі механика, 189 жылы шығарылған. Пробеги оригиналдан жазылып тұрады, расходы 10 екен. Состояниясы жақсы, 125.000 сом сұрап жатады екен, болған бағасы. Болған еле бағасы 125.000 сом. Арзанырақ Mercedes-Benz'терді іздегендер болса, çalып сөйлешіп көріңіздер, ақырғы бағасын қаншаға береді. Біз сіздерге даншы қайсы ұналарды көрсетуіне, қайсы ұналарды сіздерге көрсетсек екен. Сіздерге оқшаш көрсеткендігімнен біраз зәргішті болып қалғасын деп, ара-арасынан көрсетейін деп шештім. Бұл жерде бір жақсырақ ұналар шығып болса, ошолардың бағаларын көрсетелі. Бұл жерде да бір Odyssey бар екен. Odyssey коробкасы автомат, 2000 жылы шығарылған, объемі 2.3. $3200 сұрап жатады екен. Ақ түстегі Титан дискада. Сыртқы күзіктары жақсы. Артында задний камерадағы бар өшет. Көріңіздер. Жақсы Odyssey'лердің біреуісі өшет. Мына шындай достар, біз дағы деле болса сіздерге ұлантамыз. Каналға лайк тұрыңыздар.